Хазіреті пайғамбарымыз бір хадисінде былай деген: кімде-кім жақсы жол қалдырса, оның және оған еліктеушілердің сауабы оған тән. Онымен амал етушілердің сауаптары болса, еш азаймайды. Кімде-кім жаман жол қалдырса, оның және онымен амал етушілердің күнәсі оған тән. Онымен амал етушілердің күнәлары да еш азайтылмайды. Муслим, Илм 15. Бұл хадисте сүннет сөзі әрі жақсы, әрі жаман мысалды білдірген сөз ретінде қолданылып тұр. Исламға дейінгі дәуірдегі мүшрик арабтары аталарының сүннеттеріне қатты көңіл аударып берік ұстанғандары үшін сүннет сөзі сол уақытта да қолданыста болған. Ислам діні келгеннен соң сүннет сөзі термин ретінде Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті деп аталып кетті. Яғни ислами сүннет Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның сөздері, өмірінде ұстанатын жолы, басқа сөзбен айтқанда өмір сүру тәсілі деп түсіндіріледі.